Мыздың баянынан үміттіміз, заманның лебі соған жүгіндірді. Ал оған қажетті жағдай қалыптастыру атқарушы биліктің атқаратын міндеті екені анық. Алайда деп алаңдаулымыз, сондықтан ендігі үкімет алдыңғының қателігін қайталамауы керек. Елбасы бастамасын ой елекке салғандар осындай пікір айтады. Қазір жай жаңарту емес, жаңа жүйеде істейтін үкімет керек. Жаңа жүйеде осы түсінетіндей білек сығанып кіресен не керек. Сондықтан ойлаймын, енді бұл шешім орынды, негізгі жақсы үкімет құру, олардың сұрауды, бақылауды ұйымдастыру. Елбасы айтқандай, орта және шағын бизнесті дамыту керек. Бұл не деген сөз? Біз қазір мұнайды 70-75%-ға дейін ғана өңдейміз. Америка 95%-ға дейін өңдейді. Осыған жетуіміз керек. Мені осы кезде жұмыс орны көбейеді, шағын және орта бизнес дамиды. Бұл деген халықтың әл-ауқатын, әлеуметтік жағдайын жақсартады. Жұмыс көздерін ашады. В своей работе она постоянно озиралась. Үкімет Ақордаға жалтақтап, жоғарыдан бұйрық күтіп жұмыс істеп келді. Министрлер кабинетінің өз идеясы, бастамасы болмады. Ал жаңа форматтағы басқару жүйесінде үкімет керісінше бастамашыл, тәуекелдерді болжай алып, өңірлермен жұмысын жандандырып отыруы тиіс еді. Бірақ олай болмады. Президент бірнеше рет ескерту жасады. Әдемі есеп беру барда нақты нәтиже көрсету бар. Екеуі екі бөлек жұмыс. Тікелей әлеуметтік көмек көздеген мақсатқа жеткізбей отыр. Әлеуметтік бағыттағы жұмыстың міндеті барлығын ақшаға қарық қылып тастау емес, сапалы өмірді қамтамасыз ету. Оған қоғамдық қауіпсіздік, сапалы білім қолжетімділігі, мәдениет, жолдар, демалыс тағы да басқа кереді. Бұл мәселені тек ақшамен шеше алмайсың. Ертеңгі күнге деген сенімділік керек халыққа. Әрине, міндеттері күшейеді. Яғни осы уақытқа дейін шыққан барлық бағдарламалар, реформалардың барлығын олар жүзеге асыруға міндетті болады. Әсіресе әлеуметтік қорғау жағынан, әлеуметтік сала жағынан үкіметке үлкен салмақ түседі. Сонымен қатар халықпен тығыз байланысты күшейту керек болады. Өйткені соңғы кездері болған әртүрлі мәселелер, оқиғалар, оның барлығы жағдай биліктің тарапынан, кейде мысалы жағдай мемлекеттік орган тарапынан кей жағдайда мүмкін сол мәселеге мән бермегендіктен де туындаған шығар.